балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы құқықтық мәдениет. Бұл дегеніміз адамның заңға деген құрметі. Ал заң дегеніміз адалдық пен әділеттіктің кепілі. Сонда құқық, заң, бір шекара тұрлаған адам қылмыскер болмайды ғой? Бастысы не? Ұсақ тәртіп бұзушылық ертеңгі үлкен қателіктердің бірі болуы мүмкін. Дәл солай Мансұр. Құқықтық мәдениет тұлғаның ішкі көрінісі. Сәлеметсіз. Қытырлы картоп пен фанта шығын бересіз. Қанша болады? 1000 теңге болады. Сау болды. Данияр, қайдан алдың? Ақшасыз алдың ба? Bir шоколадқа дүкен байып кетпейді. Ал сен өз қадірін жоғалттың. Бұл ұрлық. Ұрлық қылмыс. Жас өспірім болсаң да әрекетің үшін жауап бересің. Әр таңдау болашағыңды қалыптастырады. Алам, дүкеннен ұрлаған затым камераға жазылып қалған. Ата-анаммен сөйлесем, жаза болмайды деме. Алам, сені жақсы тәрбиеледім деп жүр едім. Мұны сенен күтпеп едім. Кешір ана, қателестім, қателігімді түсіндім. Таңдау ол әр адамның өз қолында. Заң тек жазалау құралы ғана емес, қоғамның қорғаны, сенімнің тірегі. Құқықтық мәдениет бұл тұлғаға тән қасиет, жүректен туатын тәртіп. Мен де түзеле аламын. Қателік сабақ. Мен енді өз құқығымды да, міндетімді де білгім келеді. Заңды сыйлағым келеді. Құқықтық мәдениет тұлғаның басты құндылығы. Тәртіп бар жерде тыныштық, тыныштық бар жерде бақыт.